сәлеметсіздер ме? Біз сіздерге бүгін сабағыңызды пайдалы әрі қызықты қылып өткізуге арналған арнайы қосымшамен таныстыратын боламыз. Алдымен каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Бұдан да басқа қызықты видеоларды көріп, лайктарыңызды басып, комментарий жазуларыңызды сұранамын. Олай болса кеттік. Телефонды алып Google Playға кіреміз және поисковый жерге іздеу бөліміне бәнеме деп жазамыз. Телефонымызға орнатып аламыз. Одан кейін осындай терезе ашылатын болады. Мынау астында тұрған қызыл плюс бастырмасын басу арқылы біз жаңа проект жасайтын боламыз. Қызылды басып, мына жерге фильмнің атын қоямыз, біз Jobs деп қояйық. Және мына жерде размерлері бар. YouTube-тың, Instagram, TikTok, Facebook-қа арналған түрлері бар. Біз YouTube-қа фильм жасайтын боламыз. Создать фильм басамыз. Осындай тақта ашылады. Біз тақтамыздың түсін ауыстыра аламыз. Осыны BG дегенді басқан кезде Select Color деген түсін таңдау, Select Image дегеніміз ол бір сурет қоюға болады деген сөз. Яғни біз түсін таңдайық. Мына түстің біз ашық түсін таңдап алайық. Енді наклейка бөліміне өтіп, мына жерде Pick Your Own деген жерге өзіңіздің суреттеріңізді, анимацияларыңыз қоюларыңызға болады. Recent деген қайтадан жіберілген деген сөз. Мына Shapes мынандай бізде нелер бизнес тақырыбында, education тақырыбында, animation, мына көптеген дайын тақырыптар, community helpers, biology, жануарлар, өсімдіктер, people, flag, drawings, суреттердің раскраска түрінде, school тақырыбына қазірді, weather, kitchen, vegetables, fruits, furniture, electronics, buildings, sports, vacation, tools, cosmetics, portraits, керемет портреттер. Міне осындай тақырыптар бар. Енді біз біздің тақырыбымызға келетін community helpers деген. Біз енді осы жерде мамандық иелерін алайық. Бірінші өрт сөндірушіні аламын. Бұның размерін үлкейту үшін астында былайынан басқан сайын размер үлкейеді. Үлкейтейік. Енді бұны біз орнын жылжыту үшін былай жылжыта аламыз. Оны жерге қойып, енді мына жерде delay дегеніміз, бұл duration дегеніміз секундтары, қанша секундта не алады, шығады, соны біз өзгертіп қойсақ болады. Екі жететін шығар. Енді мәтінін жазамыз мына жерге. Бұл бізде firefighter, яғни осының біз ағылшынша сөзін копировать етіп аламыз да, мына жерге қоямыз. Так, firefighter үлкен әріппен жазамыз. Копировать еткенімізді қоямыз. Және insert деп жазатын боламыз. Енді бұны біз қысқартып, так размерін қысқартайық. Үстен арасын нақты қосып қойған. Так, енді бұл жазуымыздың енді түсін ауыстырайық мына жерден. Так, сарымен жазсақ қалай болады? Болмай қалды. Қызылмен жазайық. Қызыл әдемі екен. Так, шрифтін өзгертуге болады. Так, осылай қоя берейік. Так, енді біз руканың қызметін аламыз, яғни бұл жазуды қай қолмен жазған қалайсыз дейді. Так, біз енді қаламен алынған таңдайық. Музыкаға музыкальный трек қоюға болады, немесе голос за кадром дегенге өзіңіз даусыңызбен дыбыстасаңыз болады. Мына жерде мен дыбыстайын. Так, енді тыңдап көрейік.
Так, мына жерде біздің copy page деген бар, қайталап жасауға болады. Элементті қайтадан орнына ауыстыруға болады. Мына жерде біз бұны қайтадан өзгерту үшін бізде мынаған екі неге жетпей қалды, duration'ды біз 3 қыламыз. Так. Так, 4 қыла берейік. Мүмкін 4 қылады екенбіз. Мінекей. Так, дегенді көрейік. Так, суретке біз ішіне қойсақ болады екен. Так, ішіне қыла берейік, азайта берейік. Көрейік. Енді келесі слайд қосу үшін плюсик батырмасын басамыз, және наклейканы қолданып біз аламыз. Policeman ба? Teacher алайық бірінші. Размерін үлкейтейік. Так, енді бұның азайтайық сәл. 2-4 набыршқа қоямыз, және мәтінге ақтан аламыз teacher. Teacher definition. Төртке қояйық. Бұрқа. Қаденге. Енді мына жерде біз көрейік. Енді осыны біз жоғарыда дисктің тұрған жерін қойып, сохранить деп қоюға болады. Мінекей. Деп, және де бұдан шыққаннан кейін бізде мына сохранить етілген видеомызда астыңғы жақта плюс дегеннің қасында оң жағында лентаның белгісі тұр. Соны басқан кезде бізде мындай бөлісудің белгісі шығады. Яғни кез келген жерге бөлісуге болады. WhatsApp-қа, Instagram-ға, TikTok, Telegram деген сияқты. Мен қазір электронды почтаға өзіме жіберіп бөлісіп қоямын. Сол почта арқылы сол сілтемені кейін оқушыларға жіберіп, оқушыларға мультик ретінде бүйтіп ойнатуға болады. Оқушылар осылай біздің видеомызды көретін болады. Осылай әртүрлі тақырыпта көптеген мультиктерді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша осы бейнелеу бағдарламасы арқылы жасап алуға болады. Сіздерге сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.